Төртінші сабақ. Жасы нешеде? Өткен сабақтағы үй тапсырмасын тексеріңіз. Проверьте домашнее задание прошлого урока. Бұл менің қарындасым. Бұл оның қарындасы. Бұл менің сіңілім. Бұл оның сіңілісі. Бұл менің әпкем. Бұл оның әпкесі. Менің атым Бексұлтан. Оның аты Бексұлтан. Бұл менің інім. Ол менің інім. Менің отбасым бар. Оның отбасы бар. Менің атым Жомарт. Оның аты Жомарт. Жаңа сөздер. Новые слова. Әйел. Жена, женщина. Жұбай. Супруг, супруга. Жолдас. Муж, жена, друг. Күйеу. Муж. Кісі. Человек. Әріптес. Коллега. Бастық. Начальник. Жас. Год, лет, возраст. Кіші. Младший. Неше. Сколько. Ақылды. Умный. Сүйкімді. Милый. Ағайынды. Братья. Әдемі. Красивый. Туралы. Про. Айтып беріңіз. Расскажите. Менің ойымша. По-моему. Бауыр. Кровный родственник. Сондай тәтті. Такая сладкая. Әртіс. Актер. Әнші. Певец. Жүргізуші. Ведущий. Ағайынды. Родня. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. Бірінші тапсырма. Оқыңыз. Прочитайте. Нұрлан Әлімжан. Әртіс. Әнші. Жүргізуші. Отбасы үлкен. Анасы, әкесі, жұбайы және 2 ұлы, 1 қызы бар. Үлкен ұлы романтик. Кіші ұлы реалист. Қызы ерке. Үйге тапсырма. Қажетті сөзді қойыңыз. Ставьте нужные слова.